Елордамызда көз тартар әдемі ғимараттардан бөлек халықтың демалыс уақытын өткізуіне арналған саябақтарымыз да жетерлік. Бүгінгі таңда бұл қала өмірінің ажырамас маңызды бөлігіне айналып отыр. Олардың санын көбейту біздің алдағы жоспарларымыздың бірі. Туған күніңмен Елорда. Нұрсұлтан қаласындағы жасыл желектерді күтіп баптау және отырғызу жұмыстары Астана көгалдандыру мекемесінің атқаруымен жүргізіледі. Биыл ерте көктемнен бастап қаламызда 10 мыңға жуық ағаш отырғызылды. Егер ауа райы қолайлы болатын болса, бұл көрсеткішті 30 мыңға дейін ұлғайту жоспарлануда. Сонымен қатар қаламызда бір жылдық және көп жылдық гүл көшеттері отырғызылып жатыр. Бір жылдық гүл көшеттердің саны 4,5 миллион данаға жетті. Мұның бәрі Елорда тұрғындары мен қала қонақтарының жайлылығы үшін жасалынып жатқан шаралар. Біз отбасымызбен осы триатлон саябағына келгенді ұнатамыз. Мұнда өте әдемі, әрі жүгіруге, велосипед тебуге арналған арнайы жолдар бар. Мен естуімше, Нұрсұлтан еліміздегі триатлонмен айналысуға мүмкіндік берген алғашқы қала. Бұл елбасының бұқаралық спортты дамытуға бағытталған жоспарының көрінісі. Туған күніңмен, Елорда!